басқармасының басшысына хат тергеудің қаза тапты. Сот алды тергеу басталды. Өрттің алдын ала себебі пешті қараусыз қалдыру. Облыс прокуратурасы қайтыс болған балалардың туыстары мен жақындарына көңіл айтады, деді Қостанай облысы прокуратурасы хабарламасында. Қылмыстық істі тергеу барысы бас прокурордың бақылауында. Антипор Атырау облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысына қатысты тергеудің аяқталған мәлімдеді. Бұл туралы Қазынов кезек хабарлайды. Дастамбек Қоспанов биыл наурызда ведомствоға қарасты ұйымнан спортшылардың оқу-жаттығу жиындарын ұйымдастыруға бөлінген қаражаттан пара алды деген күдікпен ұсталды. Тергеу оның мемлекетке аса ірі көлемде залал келтірген өзге де қылмыстарға қатысы барын анықтады. Аталған қылмыстық істер бойынша күдіктілер мен олардың қорғаушылары сотқа дейінгі тергеп-тексеру материалдарымен танысуда делінген Антипор мәліметінде. Ішкі істер министрлігінің есірткі қылмыстарына қарсы іс-қимыл қызметкерлері Қарасора операциясы барысында Жамбыл облысы Шу ауданының Құмды аймағында Қарасора жинаумен айналысқан 2 ер адам ұстады деп хабарлайды Тенгриньюс газет. Күдіктілерден 500 келіге жуық келтірілген каннабис бұталары мен 9 келі кептірілген марихуана тәркіленді. Ұсталғандар уақытша сойыл изоляторына қамалды. Алматы облысының полиция департаменті Талғар тасжолы бойындағы Тұзыбастау ауылында атыс болғаны туралы ақпаратты жоққа шығарды. Бұл туралы Қазынов газет хабарлайды. Тәртіп сақшылары дәмханаға келушілер арасында қақтығысқа ұласқан жанжал болғанын анықтаған. Жағдайды осы аймақта күзететін экипаж жедел түрде шешкен. Бұзақылық әрекеттер фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Оқиғаның барлық қатысушысы полицияға жеткізілді деп хабарлады ведомстводағылар. Қазіргі таңда істің мән-жайы анықталып жатыр, зардап шеккендер жоқ. Біз тек ресми дереккөздерге сенуге шақырамыз және жалған ақпарат тарату қылмыстық жауапкершілікке дейін жеткізуі мүмкін екенін еске саламыз деп атап өтті Алматы облысы полиция департаментінің өкілдері. Осы және өзге де жаңалықтар келесі сағатымызда. Жанал Масқызы, бұл ақта радио Қазақстан. Ауа райы жылжыма. Бүгін Петропавлда -2, Көкшетау мен Қостанайда -1, Павлодар мен Екібастұзда 7 градус жылы, Түркістанда 19, Тараз, Шымкент, Қызылордада 17, Ақтөбе мен Оралда +7, Атырауда 16, Ақтау, Семей, Өскеменде 19, Қарағанды, Теміртау, Жезқазғанда 12 градус жылы, Балқашта 15, Талдықорғанда 17 градус жылы, Астанада +6, күн 17-30-да батады, Алматыда 19 градус жылы, күн 17-16-да батады. Радио Алла Познаваш.